Салқындау қисығы қыздыру қисығына қарама-қарсы және бу фазасындағы заттан жылудың шығарылуы барысында температура қалай өзгеретінін көрсетеді. Біз графиктен қайтадан екі горизонталь бөлікті көреміз. Олардың біреуі будың сұйыққа конденсациялануына, ал екіншісі сұйықтың қатты затқа айналуына сәйкес келеді. Салқындау қисығы қыздыру қисығының айналық кескіні екеніне назар аударыңыз. Екі фазалық ауысуда қыздыру қисығындағы сәйкес температураға тең тұрақты температурада жүреді. Мұзды біртіндеп қыздыру кезіндегі температура өзгерісін көрсететін графикті салып көрейік. Бастапқыда қыздырудың әсерінен мұздың температурасы біртіндеп көтеріледі. Су молекулалары көбірек энергияға ие бола бастайды, бірақ олар әлі де өзара қарқынды әрекеттесуде болады. Температура мұздың балқу температурасына, яғни Цельсий бойынша 0 градусқа жеткенде мұз агрегаттық күйін өзгерте бастайды. Балқу процесі кезінде температура артпайды, себебі барлық энергия қатты зат молекулаларының тартылыс күштерін жеңуге және оларды қатты құрылымдағы орнынан кетіріп, суды түзуге жұмсалады. Мұз толық суға айналған соң, әрі қарай қыздыру су температурасының артуына алып келеді. Температура қайнау температурасына жеткенге дейін молекулалар энергиясын арттыра береді. Осы температурада су өзінің агрегаттық күйін өзгертіп, газ күйіне көшеді, яғни су буға айналады. Қайнау процесі кезінде температура артпайды, себебі барлық энергия тартылыс күшін жеңіп, өзге молекулалардан бөліну арқылы газға айналу үшін жұмсалады. Барлық су буға айналғанда, әрі қарай қыздыру бу температурасының артуына алып келеді. Осылайша біз судың қыздыру қисығын аламыз. Осыған ұқсас қисықтар көптеген өзге заттар үшін де тұрғызылуы мүмкін.